Құрметті білім алушылар, бүгінгі пәніміздің аты массив күйім басқару. Соған байланысты бірінші дәрістің тақырыбы асты қазылған сілем жыныстарын кеңтіректермен ұстап тұру, яғни тиімді шешімдер. Бұл презентацияда асты қазылған сілем жыныстарын кеңтіректермен тиімді ұстап тұрудың маңыздылығы, қолданылатын әдістері және осыдағы озық тәжірибелерді қарастырылады. Кіріспе кеңтіректердің маңызы және қолданылу аясы. Кеңтіректер тау-кен өндірісінде, туннелдер салуда және жер асты құрылыстарында асты қазылған сілем жыныстарын орнында ұстап тұру үшін қолданылатын тірек конструкциялары. Олардың негізгі мақсаты жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өндіріс процесінің тұрақтылығын сақтау. Кеңтіректер жер астында қысым мен жыныстардың қозғалысын тежеу арқылы үңгірлер мен кеңістердің құлап қалуының алдын алады. Олардың дұрыс таңдалып орнатылуы жобаның сәтті аяқталуы үшін өте маңызды. Асты қазылған сілем жыныстарының сипаттамасы мен тұрақсыз себептері. Бірінші, геологиялық құрылым. Жыныстардың құрамы, қабаттарының орналасуы және жарықтардың болуы тұрақсыздыққа келуі мүмкін. Екінші, судың әсері. Жер асты сулары жыныстардың беріктігін төмендетіп, қысымды арттырады. Бұл олардың құлауына ықпал етеді. Үшінші, динамикалық жүктемелер. Бұрғылау, жару жұмыстары және жер сілкіністері сияқты динамика әсерлер жыныстардың тұрақтылығын бұзады. Төртінші, табиғи қысым. Жер астындағы жыныстардың салмағынан туындайтын табиғи қысым тұрақсыздықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Кеңтіректердің түрлері мен олардың сипаттамалары. Бірінші, анкерлік кеңтіректер. Жынысқа енгізіліп, арнайы ерітіндімен бекітілетін ұзын өзектер. Олар жыныстардың бір-бірінен тығыз ұстасуын қамтамасыз етеді. Екінші, металл кеңтіректер. Т тәрізді немесе П тәрізді профильдерден жасалған қаңқалық тіректер. Өте берік және ауыр жүктемелерге төзімді. Үшінші, бетон және темір бетон кеңтіректер. Жер астында құйылатын немесе алдын ала дайындалған бетон блоктардан тұрады. Тұрақты және ұзақ мерзімді қолданысқа жарамды. Төртінші, торлы кеңтіректер. Болат торлар мен шағын анкерлер арқылы жыныс бетін бекіту, шағын тастардың сүйінен қорғайды. Кеңтіректерді орнату технологиясы және әдістері. Бірінші, енгізу. Анкерлі өзекті тесікке орнату. Екінші, гратациялау. Цемент немесе полимер ерітіндісімен бекіту. Үшінші, бұрғылау. Жыныста тесік ұқыпты бұрғылау. Төртінші, кернеу түсіру. Анкерді қажетті кернеуге дейін созу. Кеңтіректерді орнату күрделі процесс. Бірінші, жыныста тесік бұрғыланады. Екінші, анкерлік өзек тесікке енгізеді. Үшінші, цемент немесе полимер ерітіндісімен бекітеді. Төртінші, қажетті кернеуге дейін тартылады. Бұл жыныстың беріктігін арттырып, тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Кеңтіректерді жобалаудағы негізгі қағидалар мен есептеулер. Геология жағдайларда ескеру, жыныстың типі, беріктігі, жарықтығы. Жүктемелерді анықтау, жыныс қысымы, динамикалық әсерлер, су қысымы. Кеңтірек түрін таңдау, жүктемелер мен ортаға сәйкес келетін оптималды типті таңдау. Орналасу схемасын әзірлеу, кеңтіректердің қадамы, ұзындығы және саны. Математикалық модельдеу, компьютерлік бағдарлама арқылы жүктемелерді есептеу және тұрақтылықты талдау. Қауіпсіздік коэффициенттерін есепке алу, жобалау кезінде қауіпсіздік маржасын қамтамасыз ету. Кеңтіректерді қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Артықшылықтары: жұмыс қауіпсіздігін арттыру, жыныс құлауынан қорғау, өндіріс тиімділігін жоғарылату, үзіліссіз жұмыс процесін қамтамасыз ету, туннельдің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету, әртүрлі геологиялық жағдайларға бейімделу мүмкіндігі. Кемшіліктері: жоғары орнату құны, күрделі жабдықтар мен мамандарды қажет етеді. Орнату уақыты, процесс ұзақ уақыт алуы мүмкін. Техникалық күрделілік, жобалау мен орнату кезінде дәлдік талап етеді. Коррозияға ұшырау қаупі,
металл кентіректердің ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін қосымша қорғаныс қажет. Нақты мысалдар: Қазақстан мен әлемдік тәжірибе. Қазақстанның ірі тау-кен өндірістерінде, әсіресе Алтын тау, Қарағанды көмір бассейні және Жезқазған кен орындарында кентіректер қауіпсіздік қамтамасыз ету маңызды бөлігі болып табылады. Мұнда терең шахталарда металл және анкерлік кентіректер жиі қолданылады. Швейцария альпілеріндегі туннельдер мен жер асты құрылыстарында ең озық кентірек технология қолданылады. Мұнда геологиялардың күрделілігіне байланысты гибридті кентірек жүйелері кеңінен қолданылады. Жапонияда жер сілкінісі қаупі жоғары болғандықтан кентіректерге ерекше талаптар қойылады. Мұнда сейсмикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін икемді және берік кентіректерге басымдық беріледі. Кентіректерді ұстап тұру жұмыстарының қауіпсіздігі мен мониторингі. Кентіректерді орнату кезінде және одан кейін қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Жұмысшылар арнайы қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс, және олардың барлығы тиісті дайындықтан өту керек. Мониторинг кентіректердің тұрақтылығын және тиімділігін бақылаудың негізгі құралы. Арнайы датчиктер мен бақылау жүйелері арқылы жер асты қысымы, жыныстардың қозғалысы және кентіректердің кернеуі үнемі өлшенеді. Бұл ықтимал қауіптерді ертең анықтап, алдын ала шараларын қабылдауға мүмкіндік береді. Қорытынды және болашақ бағыттар. Бірінші, технологиялық жетілдіру. Заманауи материалдарды, мысалы композиттік материалдар және автоматталған орнату жүйелерін енгізу. Екінші, мониторинг жүйелері, ақылды датчиктер мен жасанды интеллект негізінде предиктивті талдау жүйелерін дамыту. Үшінші, экологиялық аспектілер. Қоршаған ортаға зияны аз, қайта өңдеуге жарамды материалдарды қолдану. Төртінші, халықаралық ынтымақтастық. Әлемдік тәжірибе алысу және стандарттарды біріздендіру арқылы қауіпсіздік пен тиімділікті арттыру. Асты қазылған сенім жыныстарын кентіректермен ұстап тұру жер асты құрылысы мен тау-кен өндірісінің ажырамас бөлігі. Бұл саладағы үздіксіз зерттеулер мен инновациялар қауіпсіздікті арттырып, өндіріс тиімділігін одан әрі жетілдіреді.